сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып оқушылары? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар сабағы. Бүгінгі сабақ тақырыбы ғаламтордағы қауіпсіздік. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: желіде ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру, ғаламтор желісіндегі қажетсіз байланыстың қауіпін түсіндіру. Бағалау критерийі: ғаламтор туралы ғаламтордағы қауіпсіздік ережелерін біледі. Ғаламтор деген не? Ол қашан пайда болды? Ғаламтор 1960 жылы ақш-та пайда болған. Ғаламтор қазір жер шарындағы сан алуан акты құралдарын байланыстырып отыр. Ғаламтордың жеке қожайыны жоқ, оны ешкім басқармайды. Ғаламторға қосылу үшін бізге модем құрылғысы қажет. Модем компьютерге телефон арқылы ғаламтор желісін қосуға мүмкіндік беретін құрылғы. Ғаламтордың негізгі қосымшаларының бірі емейл, электрондық почта. Желі қолданушылары арасында хабар, мәлімет алмасуды жүзеге асыратын қызмет жүйесі. Ғаламтордағы мәліметтерді оқу браузер деп аталатын арнайы программа арқылы орындалады. Браузер ағылшын тілінен аударғанда парақтау, қарау деген сөзінен шыққан атау. Ғаламторда кең тараған браузерлер Google, Internet Explorer және тағы да басқалары. Компьютер біздің өмірімізде маңызды орын алады. Ғаламтордың көмегімен кез келген ақпаратты жылдам алып, басқаға жолдай аламыз. Музыка тыңдап, мультфильм, фильмдер көре аламыз. Дегенмен компьютердің алдында ұзақ уақыт отырудың зиян екенін білесің. Сол себепті ғаламторды ұзақ уақыт пайдалануға болмайды. 6 жастан 12 жасқа дейінгі балалар компьютерде жарты сағат қана отыра алады. Ал 12 жастан асқан балалар ғаламторды күніне 1 сағаттан артық қолданбауы қажет. Компьютермен жұмыс барысында әрбір 15 минут сайын үзіліс жасап отыру керектігінің ұмытпаған жөн. Ғаламторда жарияланған ақпараттардың барлығы ақиқат емес. Себебі ғаламторға ақпаратты кез келген адам сала алады. Сондықтан ғаламтордағы алған ақпаратты басқа ақпарат көздерімен салыстыру қажет. Түрлі жолмен ақпарат іздеуді үйрен. Тапсырма: сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.